Құрметті достар, сіздер маған айтып жатсыңдар, неге қазақша сөйлемейсің? Мен қазақша сөйлеп жатырмын. Қазір сіздерді ұрсам. Во-первых, мында келгенде менің қасымда бәрі кім жүреді, қазақша сөйлемейді, бәрі орысша сөйлейді. Бүгін гостиницада мен айттым, мен қазақша сөйлемесеңіздер, мен мында тұрмаймын. Это первое. Қайдан практика қайдан алам. Сіздер мен қазақша сөйлемесеңіздер, сосын айтасыңдар маған, қышала қазақ деп. Сіз сөйлесіңіздер, разговаривайте со мной по-казахски. Бірінші рек. Второе. Маған кто-то из вас иногда жазады. Сен, значит, мында келгенде қазақша сөйле деп. Мен сіздерге не айтамын? Қазір менің мамам болса, оны естісе, ол сіздерге айтады, отырыңыздар, бір жерімді қысып, шайнамай. Это моя мама так сказала, я так не сказал бы. Поэтому отырыңыздар, басты ауыртпай маған. Ұнасан, отырыңыздар, инстаграмда у меня. Ұнамаса, барыңыздар. Қай жаққа білмеймін, қайда барасыңыздар, анда барыңыздар. Түсіндіңіздер ма?